Ассалаумағалейкум. Ассалаумағалейкум, ханымдар. Кеш жарық. Рахмет жүректеріңізге. Әз наурызымыз, жаңа жылымыз құтты болсын. Келген мына керемет наурызымыз әр отбасыларға бақ береке берсін деген тілегім бар. Ой, рахмет. Қайырлы кеш, ханымдар. Қайырлы кеш. Мені жақсы көріп естіп тұрсыздар ма? Қайырлы кеш. Қайырлы кеш. Өте керемет. Көңіл күйім тамаша. Сіздердің көңіл күйлеріңіз қалай? Мені жақсы көріп естіп тұрсыздар ма? Қайырлы кеш. Естіліп тұр дейді. Қайырлы кеш. Кішкене 1-2 минут уақыт берейін. Біраз адамдардың қосылуына. Тақырыпты белгілеп қойдым. Дұрыс ниеттену бүгінгі біздің тақырыбымыз. Жақсы естіліп тұр. Негізгі тікелей эфирлерімді осылай үйде өткізген дұрыс деп ойлаймын. Өткен аптамның тікелей эфирі аздап сондай бір шулаған жерде өткендіктен бір ақпараттың бәрін дұрыс ала алмай қалған сияқтысыздар. Солай ғой, иә, бүгін ниет туралы міне жазып қойдым. Жаңадан кірген ханымдар болса, бірден тақырыпты оқу үшін, қайталап отырмау үшін. Көңіл күйлеріңіз қалай өзі? Жаңа жылды, наурызымызды қалай қарсы алдыңыздар? Кім қайда қыдырып жүр, немесе кімге қандай қонақ келді? 1-2 минут ханымдарды қосылғанын күткенше сіздермен әңгімелесе тұрайық. Менің көңіл күйім өте тамаша. Атырау қаласынан өзімнің бауырым, сіңілім, туған сіңілім Аружаным маған қонаққа келіп жатыр. Бірге өздері білесіздер, бауырлар өзі келген кезде сіңілдеріңіз, не әпкелеріңіз бір ерекше бір сезімге бөленесіз. Оның жасы өте жас, 16 жастағы қыз болғасын, жанында менде бір сондай бір керемет жастық сезімнің энергиясын өзіме бір сезініп жатқан сияқтымын. Әңгімемізде бір бөлек болып жатыр қазір. Былай айтқанда, кешкі уақыттарда былай бір-бірімізге құпия айту деген сияқты, бір-біріміздің ойымызбен бөлісу деген сондай бір керемет кештер өтіп жатыр. Сұрақты міндетті қойса болады, бірақ қазір 1-2 минут берген едім қосылған ханымдарға. Соңына қарай сұрағыңызды дайындаңыз, міндетті түрде сұраққа жауап беруге тырысамын. Үйде қарсы алдық дейді. Жақсы, армандарға сеніп, ескі ойдан арылып. Керемет, қуаныштымын сіз үшін. Жекеге жауап беремін, әрине. Жекеге жауап беремін, бірақ жекеге дайректке емес, бірден WhatsApp-қа жазсаңыздар өте керемет болар еді. Қайырлы кеш. Наурыз мерекеміз құтты болсын, жаңа жылымыз құтты болсын. Жаңадан қосып жатқан ханымдарды құттықтай кетейін. Жауап беремін. Өте жақсы дейді. Өте қуаныштымын сіздер үшін. Рахмет. Бүгінгі мейкапыма менің туған сіңілім Аружаным жауапты болды. Ерекше бір өзі бір үйрену үстіндегі, өзіне бір қызықты болып жүрген дүние екен. Сонымен менің сіңілім бүгін менің бетімді әрлеп берді. WhatsApp нөмірім менің осы парақшамның үстіңгі жағында био деген ссылка тұр. Соны бассаңыз тікелей кіресіз WhatsApp-ма. Негізі 8701 910 2745. Бастай берейін. Ал кеттік. Бүгін дұрыс ниеттену. Былай айтқанда, ниетімізді дұрыс айқындау және арманымыздың орындауы үшін басты ниетіміз, ішкі түпкі ниетіміз. Соны дұрыс ниеттенген кезде ғана армандарымыз орындалып, одан арқылы үлкен керемет бір мақсаттарға жетуге мүмкіндік пайда болады. Жақсы, ары қарай мен сұрақтарыңызға сосын жауап беремін. Ренжімесіздер, мен бастап кетейін. Бүгінгі әңгімемді бір қысқаша бір мысал ретінде бастағым келіп отыр.
ниеттің қандай маңыздылығы екен, және бұл жерде түп сананың да қатысы бар екені. Мысалы, менің қазіргі жаңару тобымда берген, осы соңғы берген тапсырмам армандарға жету және арманды айқындау, айқындау, бағытымыз бен арманымызды айқындау бөліміндеміз. Сол жерде бір мысал ретінде арманымызды дұрыс армандау деген бір мысал келтіре кеткен едім. Мысалы, әйелдерді алайық, өзіміз, басты сіздерге бір түсінікті болу үшін. Әйел адамдар ер азаматының не бизнесмен, не бай болуын, немесе үлкен бір лауазымының өсуі, былай айтқанда лауазымның өскеніне қарай, оның төлем ақысы да, жұмыстағы ақысы, еңбек ақысының өсуі де бізге әйел ретінде, оның жанындағы жан жары ретінде өте пайдалы. Өйткені қалаған затымыз дүниемізге ие болып, былай айтқанда, бір арман мақсаттарымызға жетуге мүмкіндігіміз көбейеді. Өмірімізде жақсарып жаңарады. Бірақ көп әйелдердің түп санасында бір тұрған сигнал бар. Егер менің күйеуім, немесе жан жарым, ер азаматым деп атайық, былай айтқанда бай болып, үлкен лауазымға көтеріліп, немесе керемет бір бизнесмен болып кеткен жағдайда, оның ақшасының көбейген уақытында, жағдайында, сол бір кезеңде оның жанында басқа бір керемет әйел, сұлу әйелдер пайда болады, ол мені тастап кетуі мүмкін деген түп санамна, түпкі санада жатқан бір ой бар. Сол ой, сол сигнал ер азаматының өспеуіне әкеліп соқтырады. Өйткені ер азаматы бір жаңа бір идея берсе, немесе мен ауысайын деп жатырмын, немесе басқа қалаға көшейік деген кезде, әрдайым сол түпкі санадағы сигнал артқа тартып отырады сол ер адамды. Жоқ, бұлай істейік, немесе бұлай істейік, немесе маған ұнайды, ұнамайды деген көптеген кері тарту процесі бар. Өйткені ол әйелдің түп санасында не жатыр? Ол әйелдің түп санасында менің ер азаматым байып кетсе, ол мені тастап кетуі мүмкін. Сондай бір ой. Ол ойдың әрине әркімге әр жақтан келуі мүмкін. Көріп жүрген телесериалдарынан, көріп жүрген ортасынан, немесе өте жақын болған өміріндегі достарында сондай бір оқиғалардың болғанынан, немесе ата-анасының берген бір әңгімесінде, тәрбиесінде, сенің ер азаматың бай болса, сені тастап кетеді деген, немесе құрбы достарының айтылған әңгімесінен келген сигнал болуы мүмкін. Оның енді әрине оны іздеу процесі өте үлкен уақыт алады. Бірақ бастысы сондай сигнал сіздердің дәл қастарыңызда, бастарыңызда бар болса, сонда мен лайықты емеспін деген, онда соны дұрыстау қажет. Оны қалай дұрыстаймыз? Ниетімізді дұрыстаймыз. Басты бізде ниетте. Ары қарай кеттік. Бұл сіздерге мысал ретінде. Сіздер қазір ниеттеріңіздің дұрыстап және түп санамен қарым-қатынасының қандай екенін түсіндіре кеттім. Қажетімізге қарай, былай айтқанда, ниетімізді айқындаймыз. Ниетімізді айқындау үшін басты сұраққа жауап беруіміз қажет. Мен нені қалаймын? Осы сұрақ. Мен нені қалаймын? Ішкі дүниеңізге сұрақ қоясыз. Мен нені қалаймын? Мысал ретінде күйеуге шығу жолын айтайық, Енді мына жерде күйеуге шықпаған қыздар болатын болса, мен нені қалаймын? Мен тұрмысқа шыққанда қалаймын, деген жауап келуі мүмкін. Енді тілегімізді нәтижеге айналдырамыз. Түпкі нәтижесі қалай болуы екенін түсінеміз. Бұлай айтқанда, қазіргі шақта, дәл қазір болғандай ниетімізді тілекке айналдырамыз. Ол қалай? Мен осындай нақты мінез құлқын, тіл әрпетін көрсете отыра, осындай ер азаматтың әйелімін. Мен тұрмысқа шығамын деген емес, нақты қандай ер азаматтың әйелі болғыңыз келеді. Соны айқындайсыз. Бойы ұзын, қара торы келген, мейірімді деген сияқты әр өзіңіздің жан дүниеңізге жақын қасиеттерін көрсете отыра айқындайсыз. Осындай ер азаматтың әйелімін
дәл қазір сол ер азаматтың әйеліндей сезіне отыр. Ары қарай кеттік. Ниетіміз тез орындалып, былай айтқанда, түп санаға түсінікті болу үшін әрдайым, өйткені түп санамыз басты біздің құралымыз, информацияның барлығы сол жерде. Тез орындалу үшін түп санаға жеткен кезде біз іс-әрекетті бастаймыз. Өйткені түп санаға жету үшін жай сөздермен қолдануымыз керек. Жай сөз дегеніміз қандай? Сіздің ниетіңізді айқындағанда қасыңызда отырған 7-8-дегі баланың өзі түсінетіндей, сол тілде болу керек. Ары қарай кеттік. Енді сол ниетімізді, осындай ер азаматтың әйелі. Енді дене жүзінде, сезім жүзінде сіз өзіңізді қалай сезінесіз? Соны айқындап, елестетіп көру керек. Көзіңізді жұма отыра, 3 рет терең дем ала отыра, көзіңізді жұмып, жаңағы айтқан қасиеттеріңіздің барлығын бір образға, бір түрге ендіріп, сондай ер азаматтың жанында әйелі болып, күнде таңертең оянып, оған тамағын беріп, немесе жанында бір жерге қыдырып жүрген әртүрлі сәттерді елестете отырып, дәл өзіңіз айқындаған ер азаматты елестету арқылы өзіңіздің сезіміңізді айқындайсыз. Ол ер азаматтың жанында сізге жайлы ма? Өз-өзіңізді қалай сезінесіз? Қорқыныш бар ма жүрегіңізде, немесе жай ғана керемет бір сезімде, махаббат сезімі сізде туындады? Өзіңіз байқаңыз. Байқағаннан кейін міндетті түрде қағаз бетіне түсіріңіз. Елестетіп отырған кезде, мен не сезініп тұрмын, және осындай ер азаматтың әйелі ретінде деген сияқты. Жаңа айта кеттім. Ары қарай кеттік. Енді орнымен ниетіміздің уақытын айқындау өте маңызды. Өйткені мүмкін сіз әзірше дайын емес шығарсыз. Мүмкін ондай ер азамат ертең сіздің өміріңізге келіп, 3-4 күннің ішінде сізге ұсыныс жасап жатыр дейді. Ал бірақ сіз ішкі дүниеңіз әзірше тұрмыс құруға дайын емес болуыңыз мүмкін. Сондықтан уақыт мен орнын, осындай қалада, осындай жерде, мен осындай уақытта, осындай, мысалы 2018 жылдың тамыз айында тұрмыс құрдым деген ниетіңізді айқындайсыз. Ары қарай кеттік. 8-ші бөлім. Ниетімізді міндетті түрде дауыстап айту. Мұнағы жазған ер азаматтың қасиеттерімен бірге қоса, өзіңіздің сезіміңізді қосасыз. Міндетті түрде елестету арқылы өзіңіз не сезіндіңіз, соны айқындап қағаз бетіне жазыңыз деп мен осыған дейін айта кеттім. Бірақ дауыстап. Мен осындай ер азаматтың әйелі. Осындай ер азаматтың әйелі болғанда мен өзімді осылай сезініп тұрмын. Сезінем. 9-шы. Ниетіміздің өзімізге жағымды, жаңағыда айтып кеттім, жағымды және тек қана сізге емес. Осындай ер азамат сіздің өміріңізге келген кезде, сіздің ортаңыз ондай ер азаматты қалай қабылдайды? Соны сезіне білуіміз керек. Бұл да тағы да елестету арқылы, көзімізді жұма отыра, 3 рет терең дем ала отыра, бірақ міндетті түрде елестетіп болғаннан кейін тағы да 3 рет дем алып, көзіңізді ашасыз. Былай айтқанда тоқтату процесі. Ары қарай елестің ішінде жүре бермейтіндей, өзіңізді қалай сезініп тұрсыз? Осындай ер азамат сіздің өміріңізде бар кезде, сіздің әке-шешеңіздің көзқарасы қандай? Сондай ер азаматпен бірге әке-шешеңіздің үйіңізге барған кезде, немесе достарыңызбен бірге сондай ер азаматтың жанында отырған кезде, барлығының сезімін сезініп көріңіз. Олар қалай қарайды? Әсіресе болып жатады ғой, бір басқа елдің ер азаматына күйеуге шығамын деген кезде, тек өз ойымыз, өз ниетіміз болады да, бірақ бұл қарама-қайшылық не әке-шешемізде болып жатады, немесе достарымыздың арасында, туыстарымыздың арасында. Өйткені ол кісілер қабылдамайды, Соның біздің ниетіміз табиғи таза болу үшін деп жатады ғой. Ешкімге ешқандай жаман негатив әкелмеу үшін және жаман ойлар сізге тудырмау үшін, сіздің ниетіңіз ақ болу үшін. Осылай бір сезініп көруіңіз маңызды. Ары қарай кеттік. Және мына
өзіңіз елестетіп жатқанда сізге ыңғайлы ма, ыңғайсыз ба, соны міндетті түрде сезінуге тырысыңыз. Осындай ер азаматтың жанында және туыстарыңыз бен ата-анаңыздың жанында отырған кезде немесе тұрған кезде. Егер сондай сезімді, ыңғайсыз сезімді сезіп тұрсаңыз, басты ниетіңізді өзгертіп көріп, қайтадан осы бөлімге келіп сезініп көріңіз. Бір қасиеттерін өзгертіп көріңіз. 10-шы бөлік, соңғы бөлік, ниетіміздің орындалуын тексеру үшін бірінші сондай бір ер азаматты өміріңізге шақырып көріңіз. Егер бұл мысал ретінде мен ер азаматты күйеуге шығу мысалы ретінде көрсетіп жатырмын. Бұл ниетімізді дұрыс. Бұл барлық ниетімізге байланысты техника екенін түсініңіздер. Орындалуын қаласаңыздар, кішкентай бір тілек ниеттен бастап көріңіздер. Мысалы, бір әдемі сырғаны қалайсыздар. Соңғы күндері бір сол сырғаны көріп тұрсыздар. Ниетіңізді тексеріп көріңіз. Ол сырға сізге қажет пе? Ол сырғаның түрі қандай болу керек? Сіз ол сырғаны таққан кезде сезіміңіз қандай болады? Және орта ол сырғаңызбен сізді қалай қабылдайды? Сізге сондай сырғамен ортаға шыққан кезде өзіңізге ыңғайлы ма? Тексеріп көріңіз. Мүмкін орындалып жатса, келесі үлкен бір ниетті дұрыс ниеттенуге, дәл осы техниканы қолдануға мүмкіндікті түсінесіз. Өйткені біз бірден нәтижелі болатын техникаларды орындауға тырысамыз ғой. Сондықтан бір кішкентай ниеттен бастап көріңіздер. Өздеріңізге тез орындалады-ау деген айтқанда. Ал ханымдар, сіздерге түсінікті ме? Бүгінгі айтып жатқан әңгіме. Басты бағана келтірген мысалым, егер менің күйеуім бай болып кетсе, немесе лауазым өсіп, ақшасы көбейіп жатса, мені тастап кетеді деген осындай бір сигнал сіздердің де бастарыңызда бар ма? Қане, сіздерден кері байланыс күтейін, не жауап береді екенсіздер? Кеш жарық. Қосылып жатқан ханымдарға қайырлы кеш деймін. Онлайн семинарымы Алла бұйыртса сәуір айының 20-сынан кейін деп отырмын. Өте жаңа тренинг. Өйткені сәуір айының басынан мен профессионалды түрде білімімді жоғарылатамын. Сол кезде сол техникаларды қолдана отыра, сол жерде үйренген техникаларымды қолдана отыра, жаңа тренингті ұйымдастырамын. Алла бұйыртса, бір жылдықтың ішінде мен гештальт терапевт аталамын. Психологияның бір бөлігі. Рахмет, сізге жоқ дейді. Кімде бар екен? Бар ханымдар бар ма сіздерде сондай? Миларыңызда сондай сигнал. Немесе болып, сіздер оны өзгерттіңіздер. Қайырлы кеш. Оқасы жоқ. Ақшасы көбейіп, табысы молайса деген ниет бар. Бірақ ондай жаман ой ешқашанда болған емес екен. Дұрыс, өте керемет. Өйткені біздің түпкі санамыздағы кері ниет дейміз ба, жаман ниет бірінші орындалып кетеді. Сондықтан сондай бір жаман ниеттерді миыларыңыздан шығарып тастауға тырысыңыздар. Бар, ондай одан арылу үшін не істеу керек дейді. Және ол әсер ете ме дейді, басқа жақта кетіп қалуы мүмкін бе деген. Бастысы бұл сигналдың сізге қайдан келгенін түсінуіңіз қажет. Оны түп санамен арнайы бір техника бар. Қазір мен ол техниканы жанры тренингімде бердім. Арнайы түп санамен байланыса отыра қайдан келгенін түсінесіз. Ондай бір сізге келген сенімді. Одан кейін содан арылу жолдар. Оны факт ретінде қабылдаған кезде сіздің түп санаңыз, былай айтқанда, сіздің сеніміңіз емес, факт ретінде, солай болу керек деген кезде түп санаңыз оны өзінен шығарып тастайды сананың жүзінде. Санаға шығарып тастаған кезде сіз, былай айтқанда, сіз оған сенбейсіз. Сенбеген зат ол орындалмайды. Жақсы кіші жігітке күйге заказ берсем бола ма дейді. Жасы кіші. Неге болмасқа, егер сіздің жан дүниеңіз қалап тұрса, бірақ тағы да жаңағы 8-7 бөлікке келген кезде сіздің ата-анаңыздың алдында сондай бір жас жігітпен
барып тұрғанда немесе достарыңыздың ортасында сіз өзіңізді қалай сезінесіз, соған мән беріңіз. Жақсы, кіші, мен оқыдым бұны. Сигнал жоқ, байып кетсе өзгереді деген ойым жоқ. Өте керемет, мен сіз үшін қуаныштымын. 21 сәуірде не басталады? 21 сәуір деген жоқпын, 20 сәуірден кейін дедім. Жаңа мүлдем әйел қауымына арналған тренингім басталады. Бірінші тиіп алсақ болар еді. Жоқ, ондай ой келетін болса, сіз қалаған ер адамның әйелі боласыз. Содан кейін мынандай әңгімелер бастайды. Ол мені түсінбейді, ол мені сыйламайды, ол мені ұрып соғады, ол маған көзіме шөп салады деген сияқты өте көп сондай бір әңгімелер пайда бастады. Өйткені сіздің басты ниетіңіз ол ер азамат болған жоқ. Басты ниетіңіз әйтеуір бір ер азаматтың әйелі атану. Менде ондай ой болмапты. Қуаныштымын сіз үшін де. Ондай ой келсе не істейміз? Шығарып тастайсыз міндетті түрде. Жанры тренингімде ала бұйыртса, қайталанып жатса қатысыңыздар. Балам үйленбей жүр. Ойындағы қыз жоқ. Үйленде берсем ашуланады. Не істесек болады? Мүлдем айтуға қажеті жоқ. Сіздер үйлен дей бергеннен қалаған бірінші кездескен қызға үйлене қырсыға істеуі мүмкін. Сондықтан ол ер азамат. Біріншіден сіздің балаңыз ол бір бөлек ұл ретінде, бірақ ол ер азамат ретінде өзі шешім қабылдап. Оның жүрегі ешкімді қалап тұрмаса, сіз қалай біреудің жүрегін қалата аласыз, қаншалықты балаңыз болса да. Сондықтан ер азамат ретінде сіз оған міндетті түрде айтыңыз. Мен саған сенемін. Сен міндетті түрде өзіңнің жүрегінің қалауын табасың. Тек уақыт керек. Егер үйлен деп айта беретін болсаңыз, қалаған қызға жүрегі қаламаған, сіздер қалаған қызға үйленеді, бірақ одан бақытты болмайды. Екі талай. Сондықтан ең бастысы ер азаматқа айтатын сөз, мен саған сенемін. Ондай ой жоқ дейді. Балалардың жетілдіру, үй жөндеу, той томалақ, үйге керекті нәрселерді ойлаймыз екен қашанда. Кеңесіңізге сізге көп рахмет деді. Өте қуаныштымын, пайдаланыңыздар. Сақтап қоям. Мүмкіндігінше сақтап қоям. Сіздің даусыңыз маған қашанда ұйқы шақырады дейді. Керемет екен, енді шаршап жүрген шығарсыз мүмкін. Маған енді бұл жағымды деп айтам, еткені. Даусымның соншалықты сізге жағымды болып тұрған ғой, бір сізді медитация арқылы, менің даусым сізге бір медитация, ұйқы медитациясы болып тұр. Ұйқылы ояу тыңдадым дейді. Нені ұйқылы ояу? Сізге ұйқы беріп тұр ма? Онда қайтадан тыңдаңыз, мүмкін түсініп қаларсыз. Негатив ойлап ма айтылып жатқан дейді. Жоқ. Түсінбедім сұрағыңызға. Майгүл 70 сіздің сұрағыңызға түсінбедім. Ол ой сигнал жан-жағымдағы қыздардан көріп өстік, ең жақын адамдар еді дейді. Егер енді сол ойдан арылу қажет. Міндетті түрде. Егер қажет деп жатсаңыздар, оны келесі бір эфирге ауыстырайын. Қалай қызғанышты басуға болады? Айтып жіберіңізші. Қызғаныштың не себептен сізге келіп тұрғанын бірінші түсіну керек. Оны да сұрақ арқылы қағазбен қаламға отыра. Маған қызғаныш не үшін керек? Мен неге ол адамды қызғанамын деген кезде сізге көп сұрақтарға мен емес, өзіңіз жауап бересіз. Өзіңіз жауап берген кезде осознанность дейді ғой, түсінік пайда болады. Сол кезде түсінік арқылы өзіңізді тоқтата аласыз. Өйткені қызғаныштың түрі бар. Мүмкін сізде бір ауру түрінде қызғаныш шығар, жайдан жай. Немесе ол адамда мүмкін сізде емес. Енді ер азаматтарда әсіресе қызғаныш, ол өз-өзіне сенімсіздік болған кезде. Әйелдерде әрине, өйткені өз-өзіне сенбеген адам не істей бастайды? Қызғана бастайды. Өйткені бірден ой, мен лайықты емеспін деген ой түпкі санада жатыр. Осы адамның әйелі немесе күйеуі болуға деген сияқты. Сондықтан бірден қызғаныш сезімі баса кетеді.
өйткені сіз өз-өзіңізге сенімді емессіз. Күйеуім сәл не бітсе көкірие бастайды. Кешіріңіз қазір. Сөзі өктем балдарға дікендеп, ондай уақытта іштей тынамын дейді. Алладан сабыр тілеймін. Ол кісіні қалай қарасам екен дейді. Кісіні қалай қарасам екен дейді. Біріншіден ол сіздің сезіміңіз, сіздің тағы да бұл жерде жаңағы, егер ол мысалы бағана айта кетсем, ақшасы көбейген кезде басқа әйелге кетіп қалуы мүмкін деген. Сізде бұл жерде сигнал тұр, ақшасы көбейген кезде өркөкіректік пайда болады деген. Сигналыңызды алып тастауға тырысыңыз, және бұл сіздің көзқарасыңыз ол адамға деген. Мүмкін шын ниетінде ол адамда ештеңе өзгермеген шығар. Сондай бір сәттер болып жатқанда шығар. Сондай бір кішкене өзгеруіне. Ойланып көріңіз. Осы наурыз айындағы өткізген онлайн тренинг. Ол не? Сұрақ қойсаңыз. Анафия 84. Сіздің кеңестеріңізге көп рахмет. Қуаныштымын. Менің мақсатым сіздерге кеңес беру. Енді сіздерден бұл кеңестерді қолданасыздар ма, қолданбайсыздар, пайдаланасыздар ма? Бұл сіздердің шешімдеріңіз. Әрине қолдансаңыздар мен өте қуаныштымын. Өйткені нәтижелі болатын тренинг. Әрбір беретін техникаларымды нәтижелі болған қалаймын. Және оңай түрде сіздерге тез орындалу үшін беруге тырысамын әр жұма сайын. Осы наурыз айындағы өткізген тренингіңізді 20 сәуірге дейін өткізіңізші. Мен қатыса алмай қалдым дейді. Ол жаңару атты менің онлайн тренингім. Бұл тренинг менде соңғы рет қайталандым. Өйткені ниетім, міне жаңағы айтқандай, ниетті дұрыс ниеттену. Менің ниетім осы болған. Сондықтан мен ниетімнен асып кете алмаймын. Ниетімнен асып жатсам, жаңағы жаман ойлар пайда болады, жаман ниет. Ары қарай ақша ниеті пайда болады. Мен сіздерге бір тренингімді сіздерге пайдалы болсын. Осыдан осы тренингке қатысқан ханымдардың бәрі жан дүниелері жаңарсын деген ниет емес. Сіздерден көп пайда алу, былай айтқанда, ниетім жоғарылап кетеді. Сондықтан мен өз-өзімді тоқтата білемін, тоқтатып та жатырмын. Бұл соңғы жаңару тренингім. Келесі тренингім бұдан да бір кем болмайды деп ойлаймын. Міндетті түрде күшейе түседі. Өйткені менің білімім күннен күнге жаңарып жатыр, күннен күнге жоғарылатып жатырмын. Келесі тренингіме өте керемет дайындаламын және жақсы өткіземін деген ниетім бар. Ең бастысы ол сіздерге пайда әкелетін, бірден нәтижесін көре алатын тренингтердің бірі болатынына сенімім бар. Сақтаймын әрине. Қалай перзентті болам? Ниетіңізді дұрыстаңыз. Осы техниканы бердім ғой жаңа. Осыны мен не қалаймын? Перзентті не үшін қалаймын? Менің перзентім балам, ұлым, қызым, нақтылай түсеңіз. Ол дүниеге пайда болғанда мен өзімді қалай сезінемін? Әкесі қалай сезінеді? Мүмкін сізде перзент балалы болу ниетіңіз болғанмен, мүмкін жаныңыздағы ер азаматыңызда ондай ниет болмаған кезде, екеуіңіздің ниетіңіз бір жерден келмеген кезде Алла бермеуі мүмкін. Өйткені керісінше, қосумен алу қосылып тұрған кезде бір нәтиже шықпайды. Сондықтан осы техниканы дәл перзент ниетіне қолданып көріңіз, қалай болады екен. Түсінесіз нақты. Сезімдеріңізді түсінесіз, және сол перзентіңізбен, ата-анаңыз, өзіңіздің туыстарыңыз, өзіңіздің жаныңыздағы ер азаматыңыз, жан жарыңызбен бірге қалай сезінесіз. Нақты сезініп көріңіз, сіз перзентті болғанда қандай анасыз. Сақтап қоюға тырысамын. Онлайн тренингтен бағасы қанша дейді? Қай онлайн тренинг? Жаңару онлайн тренингім, оның бағасы 3700 теңге. Осы 3-4 күннің уақытында ол тренингімді аяқтап жатырмын. Ханымдар соңғы тапсырманы ертең қабыл алады, орындайды 2 күннің ішінде. Ал жанр тренингім, оның бағасы 10 000 теңге болды. Ол 3 айлық тренинг. Сондықтан, ал жаңадан 20 сәуірден кейінгі болатын
тренингінің бағасын әзірше айта алмаймын, өйткені ол әлі пісіп жетілген дүние емес. Нақты неше теңге тұратынын білмеймін. Ниеттенген жоқпын дейін да менде. Үйде баламен отырмын. Үйде отырып ақша тапқым келеді, бірақ немен айналысу керектігін білмеймін. Қандай кеңес бересіз? Енді сіз өзіңіздің арман тілегіңізді білуіңіз керек. Мен сіздің қолыңыздан не келіп не келмейтінін білмеймін ғой. Сондықтан дәл осыны техниканы орындап көріңізші өзі. Не қалайсыз? Мен не қалаймын деген сұраққа түпкі санаңыз бірден жауап береді. Тек соны қағаз бетіне түсіріп үлгерсеңіз болды. Сол кезде нақты қолыңыздан келетін дүниеден, өйткені ниетіңіз ақша болмау керек. Ниетіңіз ақша табу керек болатын болса, сіздің қолыңыздан ештеңе келмейді. Ниетіңіз нақты сіздің дүниеңіз не қалайды? Бірінші, қолыңыздан не келеді? Ол қолыңыздан оны орындап жатып, жасап жатып, беріп жатып, істеп жатқан кезде сіз не сезініп тұрсыз? Өте сол маңызды. Өйткені пол жуып та ақша таба аламыз, былай айтқанда, кешкі уақытта бір жерге барып пол жусаңыз да. Бірақ сіз ол процестен ешқандай бір ләззат сезімін ала алмасаңыз, одан алған тапқан пайдаңыз, ақшаңыз, былай айтқанда, жай еш пайдасы болмайды, сізге ешқандай бір жағымды сезім сыйламайды. Сондықтан ниетіңізді дұрыстаңыз. Бірінші ақша табу емес, ниетіңіз өзіңізді жаңарту, дамыту, нақты ісіңізбен айналысу. Сол болсын. Сол кезде сіздің не қалайтыныңыз түсінікті болады. Өте қуаныштымын. Тұрмысқа шығу туралы айтасыз ба? Мен жаңа ғана айтып кеттім. Мысал ретінде. Жанар ханым, жеке тренинг жасайсыз ба? Ол жеке тренинг, жеке консультация жасаймын. 1 сағаты 5000 теңге. WhatsApp'та немесе Telegram каналдарында 1 сағат бойы аудиозапис арқылы мен ханымдармен сөйлесе отыра, өйткені әңгімелесе отыра нақты бір сұрағына жауап табады ханымдар. Былай айтқанда, кейін ол аудиозапистерді қайта тыңдай арқылы бір түсінікке келу үшін, көбіне бұлай әңгімелескен кезде кейін не айтты екен деген әңгіме ұмытып қаламыз ғой. Сондықтан аудиозапис өте тиімді. Ал тренинг деген ол тек топ жүзінде өтеді менде. Ал жеке консультацияны жеке өткіземін. WhatsAppқа жазсаңыз болады. Рахмет кеңестеріңізге, өте қуаныштымын. Жаңа арасын көре алмай қалдым. Түпкі санадағы қорқыныштарды қалай жоямыз? Дұға және аффирмация қолданамын, одан басқа техника бар ма? Әрине бар, бірақ ол техникаларды мен жанры тренингінде беріп жатырмын. Тренингке қатыссаңыз, міндетті түрде сол техникаларға ие боласыз. Жанры тренингіңіз туралы айтып жіберіңізші, одан бойымызда не өзгереді? Бойымыздағы энергетикамызды жаңартамыз. Жанры тренингінде 7 чакрамызды, чакра деген денемізде 7 энергияның, былай айтқанда, каналдары бар. Сол каналдарымыз бітіп қалмау үшін көбіне сол чакра арқылы өміріміздің дұрыс өмір сүруге, дұрыс көзқарасымызды өзгертуге өте маңызды энергиялар. Айтып жатады ғой, әйел энергиясы, ер энергиясы деген сияқты. Сол бір баланс 7 чакраның бойында тұрған. Соны энергияларымызды дұрыс алмастыруына арнайы техникаларды қолданамыз, және жанрының жарты бір бөлігінде, қалған 4 аптасында түп санамен жұмыс жасаймыз. Оның ішінде денсаулық бойынша, сенім бойынша, негативті ойлардан айырылу және ақша байлыққа кенелу, түп санадағы неге мен бай емеспін, неге маған көп ақша келмейді деген сұрақтарға жауап алады сол техникалар арқылы. Оның ұзақтығы 3 ай, бірақ қашан қайталанатынын айта алмаймын, өйткені ол жерде мен 2 шәкіртпен жұмыс жасап жатырмын. 2 шәкіртім деп былай айтқанда, бұл жерде еңбектері бар. Сол кісілермен келісе отыра, жанр тренинг аяқталғаннан кейін біз шешеміз. Кешірерсіздер. Намерение, ниеттену дегеніміз бе? Намерение дегеніміз ниеттену. Жолдасым басқа әйелмен 1 жыл жүрген, оны енді білдім. Қиын болып жатыр. Не істеймін? Не істейсіз? Мен осы жиі айтатын бір әңгімем. Бір ханымдар болады ғой, бәрімізде бар,
ер азаматымыздың кодта тұрған, парольда тұрған телефонын бір тексергіміз келіп тұр. Өйткені ішінде бірдеңе дүние бар сияқты. Бірақ сіз өзіңіздің ниетіңізді дұрыс түсінуіңіз қажет. Мен қазір ол ер азаматтың телефонын аштым. Ол жерден оқыған дүнием маған ұнай ма, ұнамай ма? Одан кейін мен не істеймін? Мына ханым сияқты, мен не істеймін деген сұраққа жауап беру керек. Енді сіз өзіңізге сұраққа жауап беріңіз, мен не істеймін? Ер азаматың сізге не деп жатыр? Нақты сізге мойындады ма осындай менің басқа бір сүйген жарым бар, жаным бар деген сияқты. Мүмкін сізден сұранып жатқан шығар, мен кетейін деген сияқты. Немесе жоқ, ол жай ғана менің уақытша былай айтқанда бір сыртқа шығуым ғана болды деген сияқты. Немесе мен кетпеймін деген. Мен білмеймін ғой сіздің ер азаматыңыздың нақты сізге қандай әңгіме айтып жатқанын. Бұл жерде екі әйел мен ердің ортасында әңгімелесе отыратын шешілетін дүние. Ешкім сізге ешқандай кеңес бере алмайды. Тек өз-өзіңізді түсірмеңіз. Өз бағаңызды біліңіз. Және тырыспаңыз ол әйел адамынан, егер ол әйелдің кім екенін білсеңіз, ол әйелмен кездесіп сөйлесуге тырыспаңыз. Ол әйелден асып түсуге тырыспаңыз. Өз табиғатыңызды жоғалтпаңыз. Дәл қазір ең маңыздысы сабырлық. Сабырлық деп айта алмаймын енді, нақты бір, ол сабырлық та қажет шығар, бірақ өзіңіздің нақты дүниеңізді жоғалтпауыңыз қажет. Кім екеніңізді жоғалтпаңыз. Төмен түсірмеңіз өз дүниеңізді. Егер сізге ол қажет болса, әрине. Қазір WhatsApp-қа сұрақ қойсам, ақылы ма дейді. Егер консультация ретінде болса, әрине ақылы. Рахмет, сау болыңыз, жауап бергеніңізге дейді. Өте қуаныштымын. Менің уақытым аяқталып жатқан сияқты, мына жерде менде сағат жоқ. Неше уақытта сөйлесіп жатқанымды түсінбей қалдым. Қазір кешірерсіздер. Менің уақытым аяқталса, нақты сұрақтарыңыз болмаса, мен эфирді аяқтайын. Ханымдар, сұрақтарыңыз бар ма бүгінгі тақырып бойынша? Барлығы сіздер үшін түсінікті болды ма? Ханымдар, мені естіп тұрсыздар ма? Рахмет сізге дейді. Павлодардан сәлем. Керемет, Астанадан сәлем. Сақтаймын әрине. Чакралар туралы айтасыз ба? Чакралар туралы мүмкін басқа бір эфирде айтармын. Иә, түсінікті дейді, керемет. Басы сіздердің түсінгендеріңіз. Мен қазір қосылдым дейді. Онда эфирді қайтадан көре аласыз, қазір мүмкіндігінше сақтаймын. Рахмет, кері байланыстарыңыз үшін өте бір қуаныштымын, рахмет. Бір өз-өзіммен сөйлесіп отырмағандай бір кейіпке енесіз. Бұл айтқанда экранда, егер ешқандай сөз жазылып, ешкім, енді адамдар отырғаны көрініп тұр, бірақ ешкім ештеңе жазбаса, бір өз-өзіммен сөйлесіп отырғандай бір кейіпке енеді екенсіз. Бәрі түсінікті. Қуаныштымын. Мастер кит туралы ештеңе айтпаймын, шын айтсам. Соңғы кезде менен өте көп сұрайтын болып жүр. Жанры әзірше бірінші аяқтап алайық, содан кейін көреміз. Жанры 7 сәуір күні аяқталады. Рахмет, Маңғыстау. Ой, қандай Қазақстанның түп-түбінен отырған ханымдар сияқты қазір, Ақтаудан жалынды сәлем дейді, керемет. Ақтау қаласын өте қатты жақсы көремін. Атырауда тұрған кезде жылда барып демалатын едік. Міндетті түрде теңізге түсіп, тамыз айында. Сол бір кездерді кейде бір сағынамын. Рахмет. Үлкен рахмет, әдемісіз дейді. Маған жағымды айтып жатқан комплиментіңіз. 40 минуттай әңгіме айтыппын Атыраудан. Сағынып жүрмін. Қазір сіңілім келгесін кішкене сағынышым басылды Атырау деген. Атырауымнан балығым да келіп, күнде балық жеп бір кішкене. 3 айлық курс қашан басталады? Әзірше айта алмаймын. Аяқталсыншы, 7 сәуір аяқталады. Ақтөбеден салам. Барлықтарыңызға еліп сәлем бердім. Ақтөбе қаласында керемет, менің құрбым да тұрады. Ақтөбеде жиі болатын едім. Шымкенттен сәлем дейді. Атыраудан. Атырауда тұрдым. Ата-анам Атырауда тұрады.
келгіңіз келмей ме дейді Атырауға. Міндетті түрде келемін, жыл сайын келіп тұрамын Атырауға. Атырауға қашан келесіздер? Мен қазір Астана қаласында тұрамын. Негізім Қарағанды қаласында туып өскенмін. Тренинг жасау келетін ойыңыз жоқ па дейді. Атырауға ма? Міндетті түрде таңғы шай ретінде Атырау қаласындағы ханымдарға міндетті кездесу өткіземін. Осы жақында ғана астаналық ханымдарға өткізген едім. Курсымның бағасы әрқайсысы әртүрлі. Курс деп айта алмаймын, бұл тренинг. Өйткені тікелей менімен байланыс. Тренингтің семинардан өзгешілігі, семинар жалпы түрде сіздерге ақпарат береді, бірақ сіздермен тікелей жұмыс жасамайды. Былай айтқанда кері байланыс бере алмайды. Ал тренинг ол нақты тренермен сіздер кері байланыста жасаған техникаларыңыздың әсерімен бөлісе отыра, сұрақтарыңызды қоя отыра, кері байланыс арқылы өз-өзіңіздің техниканы дұрыс жасап жатсыз ба, жасап жатқан жоқсыз ба, қандай әсердесіз, соны бөлісе отыра тікелей байланыста боласыз. Тренинг пен семинардың бір-бірімен айырмашылығы осыда. Керемет. Сұрақтарыңыз бар ма, ханымдар? Ақтауда таңғы шай бола ма дейді. Шақырып жатсаңыздар болады. Ақтауға өте жаздың уақытында бару керек, міндетті түрде теңізге түсіп қайту үшін. Ханымдар, сұрақтарыңыз бар ма? Болмаса мен тікелей эфирімді аяқтаймын. Соңғы 1-2 минут уақыт берейін. Сізді бірінші рет көріп тұрмын, қуаныштымын. Атырауда таңғы ас ішуге асыға күтемін. Өте қуаныштымын. Міндетті түрде Атырау қаласында болған кезде алдын ала ақпаратты осы парақшама саламын, және таңғы шай өткізуге тырысамын. Таңғы шай жай ғана шай ішу емес, әрине. Бір түсінікпен кету үшін сіздерге бір техникаларды ұсынамын. Ханымдар, сұрақтарыңыз бітті ме? Аяқталды ма? Бала тілін, енді бұл логопедтермен, бірақ нақты не үшін шықпай жатқан түсіну керек. Нешедегі бала өзі? Енді мен бала психологиясына қатты бір мықтымын деп айта алмаймын. Тек өзімнің түсінігім бар білім бойынша айтамын. Бала, былай айтқанда, психологиясына қатты үңілмеймін, өйткені енді өзіме керек жағына ғана үңілемін, өзімнің балаларыма тәрбиесіне байланысты. 3-ке толады әзірше, бір қатты бір 5-тегі бала емес қой, былай айтқанда. Бірақ түсініңіздер, не себептен екен? Мүмкін баланы бір сөйлетпеу тастауға бірдеңе болған шығар, бір оқиға болған шығар. Менің жаным, менің ұлы, ста. Иә, күшті. Жақсы, рахмет. Есікті жаба қой. Жоқ, есікті жаба қой. Менің ұлым кіріп келе жатыр, кішкентай ұлдарым. Жақсы. Өте қуаныштымын. Барлық берген техникаларымды сіздер орындап жүрсіздер деген бір ниетім бар. Әр жұма күндері сіздерге бір пайдалы техника беруге және оны түсіндіріп кетуге тырысып жүрмін. Және содан бір өзім керемет әсер алып жүрмін. Өте қуаныштымын осындай бір идеяның маған келгеніне. Рахмет айтамын Аллаға, осындай бір идеяның басыма жібере қалғанына. Сіздердің түндеріңіз тыныш болсын. Осы келген әз наурызымыз, жаңа жылымыз құтты болсын деймін. Әр отбасыға берекесімен, ырысымен кірсін деген ниетім бар. Осы жыл сіздердің арман мақсаттарыңыз, ниеттеріңізді дұрыс ниеттену арқылы орындалғандарын тілеймін. Міндетті түрде жарайды. Әрине, эфирді сақтаймын. Қайырлы түн. Сау болыңыздар.